осындай ноқатты бір сағат қайнатып қойған жақсы. Өйткені ол өте қатты нәрсе. Одан кейін күрішімізді, жаңағы лазер күрішімізді міне бір-екі рет шайғаннан кейін осындай суға сақ қойған дұрыс. Жасық шағын есіме түсіп кетті десең. Сөз бар еді ғой, мұсылманның қаруы дұға деген. Құлопшының қаруы кәкпір демекші. Неге кәкпірді алып келдік. Құдай қаласа, от жағылды. Енді бисмилля деп бастап жатырмыз. Жаке? Тамақтың негізгі дәмін кіргізетін нәрсе осы. Тамаққа дәм беретін жалпы. Құйрық май. Омар жаңағы әр тамағында бір жетім жесірмен немесе жаңағы кемтар адамдармен немесе осы қоғамда мұқтаж адамдармен бірге отырмаса тамақ ішпейтін болған екен. Сондықтан да соған бір амал жасап, осы кісілерден өз қолымызбен тамақ беріп, бір үлкен жоба бастағалы жатырмыз, соның батасын алғалы отырмыз Ереке екеуміз. Сарымсақтарымызды енді бүйтіп қадап қойсақ болады. Жалпы енді қазір қайнағанша, су қайнағанша бет ашық тұрады, Алла қаласа. Бет ашық тұрады кейін жабылады десе. Таппай мақтанбай, орын таппай аттанбай, құмарланып шаттанбай, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Палауымыз дайын, тамағымыз дайын. Бисмилля, ас болсын. Қазір апарып береміз балаларға. Шын айтқанда, бізге ешқандай қаражат болмаса басқа деген керек емес. Бізге тек балаларымыздың қарны тоқ болып, солар жыламаса екен дейміз. Жанұяларыңызға берекет берсін, әрқашанда қызмет етуге дайынбыз. Біздің қолымыздан енді рахмет деген басқа не келеді айтуым үшін. Рас, Алла разы болсын. Үйде күнде етпен ішіп отырған жоқпыз ғой. Жұмасына бір тамағын беріп жатыр. Рахмет. Ереке біздің дайындаған тосын сыйымыз бар тағы да. Мына бүлдіршіндер мына қыстан көктемге ауысып жатыр. Сол араны пайдаланып біз әр семьяға осы жерге шақырған бүлдіршіндерге сай киім-кешектер дайындаған едік. Ең бастысы бүлдіршіндер жаурамасын, олардың аяқтары жаурамасын. Бұлардың аяғы жаураса, Қазақстанның болашағы жаурайды. Ертегідей бұл маған аяғы. Байқасаңыздар, мына аналардың ешқайсысы халықтан ақша сұрап отқан жоқ. Балалардың қарны тоқ болса болды деген сөз бүгінгі бағдарламаның ең өзекті сөзі болды. Тамақ қалай болды, ұнады ма? Тамақ өте дәмді болыпты. Киімдері де күшті болды. Маған тамақтар да қатты ұнады. Осындай ұжымға көп рахмет айтамыз. Егер осы шараны ары қарата жалғастырып, осындай бүлдіршіндерге жылу сыйлаймын десеңіздер, онда Садақа қорының қарайлас жобасының реквизиттері төмендегідей көмектессеңіздер, әр баланың жүрегіне жылуды біз жеткіземіз деген үміттеміз.